Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ата-бабаларымыз сан ғасырлардан бері ұстанып келген мұсылманшылық, осы ислам дінімізде бекітілген негізгі парыз амалдар бар. Яғни бой жеткен қыз балаға, келіншектерге бастарына орамал тағу міндет екендігін баршамыз білеміз. Бірақ өкінішке орай қазіргі таңда кейбір осы қыз келіншектеріміз орамал тағамыз деп жаңағы беттерін бәрін тұмшалап алып, беттерін бәрін жауып тек қана көз ғана көріну керек деген бір жаңсақ пікірді ұстанып жүргендерін байқаймыз. Яғни ниқаб киіп алып, тек қана көз ғана көрініп тұру керек деген ойда жүреді. Шындығында бұл шариғаттың ешқандай талап емес. Бұл бәлкім бір белгілі бір елдің, белгілі бір халықтың бір салты дәстүрі болуы мүмкін. Бірақ та біздің ата-бабаларымыз қаншама ғасырлардан бері осы дінді ұстанып келді. Және де мұра қылып сізбен бізге қалдырды. Ол жерде апаларымыздың болмаса бұрынғы жаңағы тарихи бір суреттер қарайтын болсақ, беттерінің бір жабылғандығын біз байқамаймыз. Себебі бұл шариғаттың талабы емес. Қыз баласының беті, қолының жоғары жағы және аяғының тобықтан төмен жақтары ашық болу керек. Бұл қыз баланың әуреті болып, ұятты жері болып саналмайды. Сол үшін де құрметті осы әпке қарындастарымыз, сіздерге айтарымыз, дінді үйренген кезде өзінің қайнар көздерінен дұрыс бағыт бағдар бере алатын дәстүрлі дінімізді, бабаларымыздың ұстанған жолын үйренуге баршаларыңызды шақырамыз. Алла тағала баршаларымызға жақсылығын, берекетін нәсіп етсін.